Әмеңгерлік. Бірінші бөлім. Әмеңгерлік. Ертеден келе жатқан халқымыздың дәстүрі. Күйеуі өліп, жесір қалған әйелдің қайнағасына немесе қайнінісіне, не болмаса жұбайының ең жақын туыстарының біріне тұрмысқа шығуы, некелесуі. Бұл қазақ қоғамында ерте заманнан аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін мұра, әйел ерден кетсе де елден кетпейді деген қағидаға айналған. Қазіргі қоғамда осы дәстүрді жаңғырту қажет деген сөздерді көптеп көріп, естіп жүрмін. 21 ғасырда осы дәстүріміздің сақталып келе жатқанын естігенде таң қалғанымды жасыра алмадым. Бүгінгі кейіпкерім осы дәстүр бойынша күйеуі қайтыс болғаннан кейін 2 баласымен жесір қалған екен. Сол әулеттің үлкендері ақылдаса келіп, кейіпкерімді үйленбеген бойда қайнінісіне қосып некелестіріпті. Әмеңгерлік дәстүрі бойынша қайнінісімен екінші рет отбасын құрған кейіпкерімнің өмірі әрі қарай қалай өрбіді? Мен 1979 жылы оңтүстік Қазақстан облысында Өзбекстанмен шекаралас кішігірім ауылда дүниеге келдім. Отбасында ата-анам, үлкен 2 ағам және әпкемен 6 жан едік. Мен үйдің кенжесі болатынмын. Тұрмыс жағдайымыз өте төмен еді. Ес білгелі, ата-анам мен ағаларым егістікте жұмыс істейтін. Әкем мен анам момын кісілер болатын. Әкемнің қасапшылық өнері бар болатын. Той жиындарда, құдайы тамақ, соғым соятын уақыттарда мал сойып аздап тиын тебен үйге ет алып келетін. Анам да үй шаруасындағы қарапайым әйел еді. Есейген соң үлкен ағам үйленді. Кейін екінші ағам да әскерден келіп үйленіп, ауламыздан кішігірім үй салып, сонда бөлек шықты. Ал әпкем шекаралас Өзбекстанның аймағындағы көрші қазақ ауылына тұрмысқа шығып кетті. Мен мектепті бітірген соң оқуға түсе алмадым. Өйткені ата-анамның бізді оқытатындай жағдайы жоқ еді. Сонымен ешқайсымыз жоғары білім ала алмадық. Осылай жүргенімде әкемнің бір туысының қызы тұрмысқа шығып, барған жері той жасады. Мен сол туысымыздың қызының жанында тойда қыз жолдас болдым. Той аулада арнайы безендірілген палатканың ішінде өтті. Шамамен 100 адамдай қонақтар бар еді. Болашақ жарыммен осы тойда таныстым. Бегарыс күйеу баланың ағасының досы екен. Менен 8 жас үлкендігі бар еді. Бұрын үйленбеген, сұр бойдағы екен. Бойы ұзын, ақ құба келген, өте сымбатты жігіт еді. Мен оны бір көргеннен ұнатып қалып едім. Сол тойдағы мен секілді бойжеткендер де Бегарысқа ғашық болды. Ол да өзінің сымбатты екенін біледі екен. Шашын сілкіп қойып, артқа қарай қайырып, би дегеннің түбін түсіреді екен. Кеш бойы ұрланып, Бегарысқа қарай бердім. Бір кезде жанарымыз түйісіп қалды. Осы сәтте жай ырғақтағы әуен ойнап, Бегарыс маған жақындап келіп, мені биге шақырды. Мен өзімді сұлумын деп санамайтынмын. Бойым аласа, қара торы қыз едім. Алайда қыпша белді, мүсінімде бір мін жоқ, қолаң шашым бөксеме түсіп тұратын. Бегарыс белімнен қапсыра құшақтағанында, тұла бойым дір етіп, ток ұрғандай күй кештім. Денем бір ысып, бір суыды. Мұндай күйді алғаш рет басымнан өткеріп тұр едім. Мектепті аяқтағанша ешкімнің бетіне қарап, қолымнан ұстатып көрген емес едім. Өйткені өзімді көріксіз санайтынмын. Іштей бұйығы, тұйық болып өстім. Не досым, не құрбым болған емес еді. Тек әпкеммен ғана сырласатынбыз. Сөйтіп екеуміз әуенге елтіп билеп жүріп, біраз әңгімелестік. Бегарыс, күміс-ай, ертеңде қалсаңшы, кешке қарай келемін. Екеуміз оңаша отырып әңгімелесейік, деді. Мен оның бұл ұсынысына қуанып кеткендеймін бе,
бірден келісе кеттім. Өйткені мен оған ғашық болып қалған секілдедім. Оны қимаймын. Тіпті осы әуен бітпесе екен дегендеймін. Сонымен мен қалатын болып, ертесінде кездесетін болып келістік. Той тарқағаннан кейін мен туысымыздың қызына мені ата-анамнан сұрап алып қалуын өтіндім. Гүлсім қуана келісті. Сенің қалғаның маған да жақсы болар еді. Мына жердің барлығын жинасып, маған көмектесер едің. Ертең кешкеде күтетін қонақтарымыз бар, деп мені ата-анамнан сұрап алып қалды. Анам, жарайды, 1-2 күн бола тұр. Сосын өздері әкеліп тастасын деп, әкемен бірге ауылға қайтып кетті. Сөйтіп Гүлсім киімін ауыстырып, туыс көрші келіншектермен бірге тойдан қалған тағамдарды жиып, ыдыс аяқтарды жуып шайып болғанымызша түннің бір уағында болды. Ертесінде келім-кетім кісілер болып, палатканы жинап, көршілерден алған ыдыс аяқтарды тарқаттық. Сол кезде Гүлсім екеуміз көшенің арғы бетінде тұратын Бекарыстың үйіне үлкен-үлкен ет табақтарын апарып бердік. Бекарыс Гүлсімдерге көрші тұрады екен. Оның көрші екенін өзі маған айтпаған болатын. Мұны естігенімде іштей қуанып қалдым. Кешеден бері ойымнан кетпей, кешті күтіп, оны көргенше асық болып жүредім. Көрші болғаны қандай жақсы болды деп ойлап қойдым. Оны көруге мүмкіндігім бар екен дедім. Бекарыстардың үйлері үлкен екен. Сырты қоршалған, дарбазасы биік, аулаларда кең екен. Үйден орта жастағы арықтау келген Аққұба апа шықты. Гүлсім иіліп сәлем салып, апа, мынау кешегі ет табақтар ғой, әкеліп бере салайыншы деп едік. Рахмет сізге, деп жатыр еді. Апасы, бақытты бол айналайын, ішке ас үйге кіргізші, белім ауырып тұрғаны. Деген соң табақтарды алып ішке кірдік. Менің жүрегім дүрсілдеп барады. Жан-жағыма ұрлана қарап, Бекарысты көрсем екен деймін. Ас бөлмеге кіре бергеніміз сол еді. Тура алдымыздан қолында кесесі бар Бекарыс шыға келді. Екеуміздің жанарымыз түйісіп қалды. Менің екі бетім ду етіп ысып шыға келді. Сол кезде Гүлсім, қайнаға, сіз үйде екенсіз ғой, басыңыз ауырып тұр ма, деп қалжыңдап күлді. Сөйтіп еді Бекарыс, сәлем, қалайсыңдар? Иә, кеше сендердің бақыттарың үшін деп, кішкене асыра сілтеп қойыппыз. Бәкең үйде ме? Деп Гүлсімнің қайнағасын сұрады. Гүлсім, иә, үйде ғой. Кешке Құдая шүкір, шай береміз ғой көршілерге. Келетін шығарсыз, деп еді. Бекарыс, әрине барамыз ғой, деді. Маған қайта-қайта қарап қояды. Мен жүзімді төмен салып, өзімше ұялып тұрмын. Табақтарды қойып, Гүлсімнің соңынан шыға бергенімде Бекарыс, кешке келемін, мені күт жаным, деп құлағыма сыбырлап үлгерді. Мен екі бетім алаулап, жүрегім дүрсілдеп, сыртқа шығып, апасымен қоштасып, көшеге шыққанымызда, Гүлсім маған сұраулы жүзбен, жаңа әлгі Беке қайнаға саған бірдеме деді ме, деп сұрады. Мен қысылсам да, Гүлсімге оны ұнатып қалғанымды айттым. Кешке свиданияға шақырғанын айтып, маған онымен кездесуге көмектесші деп едім. Гүлсім тырқылдап күліп жіберді. О, ғашықтық, махаббат десеңші, деді де. Күмісай, Беке сымбатты жігіт, осы ауыл аймақтың талай сұлуларын өзіне ғашық етіп тастап кеткен. Жасы ұлғайып қалса да, әлі үйленген жоқ. Отбасы өте жақсы. Үйінде 3 ұл. Осы үйдің үлкені. Ата-анасы үйлендіре алмай жүр. Саған көзі түсті ме екен? Байқа Күмісай, ғашық болып, ертеңгі күні жылап қалма дегенде, аздап көңіл күйім түсіп қалды. Сонда да жүрек шіркін, сананы тыңдағысы келмейді ғой. Сол күні кешті тағатсыздана күтіп жүрдім. Кешке қарай Гүлсімнің үйі көрші қолаңға, Құдайға шүкір деп, бір тамақ берді. Гүлсім осы қара шаңырақтағы келін болатын.
Мен оған дастархан жасасып, қонақ күтісіп көмектесіп жүрдім. Осы кезде бекарыстың анасымен маған қайта-қайта қарай берді. Жанындағы Гүлсімнің анасына сыбырлап, екеуі маған қарап бірдеңе айтып жатты. Бір кезде Гүлсім мені шақырып, сені сыртта бекарыс шақырып тұр. Үйдің артындағы бақша жақта. Көп жоғалып кетпе деп ескертіп, үйден шығарып жіберді. Жүрегім атша тулап, ақырын басып, үйдің артына бардым. Барсам Бекең мені күтіп тұр екен. Екеуміз бақшадағы тапшанда отырып, біраз әңгімелестік. Қысқасы Бекең мені ұнатып қалғанын айтып, кездесіп тұрайық дегенде іштей таңғалдым. Осындай жігіттің сұлтаны, осы ауылдың төлегені, шынымен мені ұнатып қалғаныма деп таңданғанымнан, шын айтып отырсыз ба деп сасқалақтағанымнан біресе сіз, біресе сен деймін. Ол болса күліп, маған сен дей берсеңші, сіз деген сайын ыңғайсызданып қаламын деп күлді. Сөйтіп ертесінде мені ауылға апарып салатын болып келістік. Ертесінде Гүлімнің қайнағасының көлігімен екеуі мені ауылға, үйге әкеліп тастады. Бекарыс үйімді көріп қайтарында, қайда тұратынды көріп алдым. Осы демалыста кешке қарай келемін, жолдағы көпірдің қасында күтемін деп уақытын айтып, қоштасып кетіп қалды. Сол күннен кейін Бекең маған ауылға әр демалыста келіп тұратын болды. Люлькасы бар мотоциклі болатын. Сонысымен келетін. Мен үйдегілер ұйықтады-ау дегенде үйден ұрланып шығып жүретінмін. Кейде әрде мені сылтауратып, Гүлсімдерге жиі барып қонып қайтатынмын. Сөйтіп жүргенімізде бір күні аяқ астынан Бекең, келесі айдың басында сені алып қашамын, дайын бол деді. Апасы осы құдашаға үйленсеңші, өте пысық қыз екен деп қайта-қайта айта береді екен. Оның үстіне біздің кездесіп жүргенімізді сезген болар. Содан бекарыспен 2 ай ғана кездесіп жүріп, тұрмысқа шықтым. Өзі айтқанындай мені алып қашып, үйіне апарып келін етіп түсірді. Мен өте бақытты едім. Бекарысқа бір көргеннен ғашық болып, оны барлық жан тәніммен құлай сүйдім. Тіпті оның жанынан бір елі ажырағым да келмейтін. Төркініме келгенде де, ата-анаңның қасында қалсаңшы, 1-2 күн аунап-қунап қайтарсың, десе де, қалмай онымен бірге қайтып кететінмін. Сөйтсем, бұлай қатты жақсы көруге де болмайды екен ғой. Жалғасы бар.